Мен 1942 жылы жалпы өзімнің нақты туған күнім 25 сентябрь екен. 42 жылы. Әкем айтатын, менің уже бір 5-6 жасқа келгенде. Сталинград майданын дейді қайнап тұрған кез дейді, әні құлайды, міне құлайды, жұрттың бәрі үрейлі. Сен сонда дүниеге келгенсің деп. 42 жылы. Сонан кейін, ана 41 жылы соғыс басталған кезде менің әкемнің туған ағасы Жексенбай деген кісі соғысқа кетеді. Қарқаралы ауданынан көп адам шақырылып, біздің ауылдан да бар ішінде. Сол кісі Ақмолада құрылған 310-шы атқыштар дивизиясына алынып, Ленинград майданына бірақ шығады. Сол 42 жылы жазда қара қағаз келді жаңағы кісіге, қаза болды деп. Соның үлкен әкем бар, Алдажман деген кісі, жаңағы үлкен шешеміз бар. Туысқандап жиналып, жылап сықтап өздерінше есептеп, 40-ын беріп атқан кезде хат келіпті. Қазан қаласында госпитальда жатырмын деп. Анау ауыр жараланған, естісіз жатқан кезде жаңағы санитарлар жинап әкеткен, оның өздерінің командирлері білмейді қайда екенін, сөйтіп қаза болғандардың тізіміне жазған ғой. Сондан жаңағы өлгендермен бірге апарып нетсе, онда жан бар екен, соны госпитальға түсіріп, бір аяғын бүгілмейтін, санынан жараланған. Соны жаңағы 40-ын беріп атқан кезде жаңағы хат келді Қазаннан. Сосын 3 айдан кейін өзі келді дейді, балдақпен. Әкем онда көрші ауылда колхоз председателі. Арасы 15 километр. Сол енімнің үйіне барып келем деп, арбаға ат жегіп келген ғой. И сол күні жаңағы әкемнің, орысша айтқанда племянник дейді ғой, бір ағасының баласы Нұрсұлтан деген кісі, 18-ден асып толған, ол майданға кетіп бара жатыр екен. Ол ағамның үйіне барып қоштасып келе деп келеді, екеуі бірге жаңағы кісімен. Екеуі де ана кісі жаңағы Нұрсұлтан майданнан тірі оралды, мынау жаңағы әкемнің ағасы 71-ші жылы қайтыс болды. Сонда екеуі де айтатын маған, сен сентябрьдің 24-нен 25-іне қараған түні таңға жақын дүниеге келгенсің, сенің шілдеханыңда болған біз деп. Енді әкем шаруаның баласы, үлкен әкем анау Федор Щербина деген бар ғой, баяғы экспедиция жүргізген қазақ жерлерін 1891 жылдан бастап зерттеген. Соны Қарқаралы әрбір уез бойынша жасаған олар экспедиция, обследование казахских хозяйств. Оны материал по киргизскому землепользованию деп аталады. Соның бір томы жаңағы Қарқаралинский уезд деп аталады. Біздің осы ғылыми кітапханада бар, сирек қорында. Мен соны алып қарадым. Сонда жаңағы ашып қарасам, енді түгел болмаса да ауылдарды аралап, номер 1-ші ауыл, не бірін тоза, біздің ауыл жаңағы әкештерінің 19-ші ауыл екен. Сол ауылдың адамдардың тізімдерін жасап, сонда жаңағы менің үлкен әкемнің әкесі Кенжебай аты. Үлкен әкем Кенжебайұлы Алдажман. Сонда Кенжебай Шынтемір ұлы деп жазып тұра. Аз ғана малы бар, жайылым жері бар. Сол фамилиясы жүр. Мен соны ксероксқа түсіріп алып, жаңағы сол кісінің жаңағы ұрпағына берген едім. Ал енді олар жаңағы кедей шаруалар, әкем 1902 жылы дүниеге келген. Жастайынан сол Қарқаралының тауының іргесінде. Сол енді орман қасында болғаннан кейін жаңағы шана жасау, арба жасау, сол балташылық өнерді жастайынан бәрі үйренген. Сондаймен алысып, сол жаңағы революция 17 жыл болған кезде сол балташы болып кейін жұмыс істеген. Әкем 21-22 жылға ашаршылық болған кезде Қарқаралы өңірінде, орталық Қазақстанда ондай ашаршылық болған жоқ. Көбіне сол Ақтөбе облысы, Батыс Қазақстан, Орал жағы. Сонан кейін
Қостанай, Ақтөбенің Торғай уезі, сол кезде Ақтөбе сол жаққа қарады ғой. Қарқаралыда мұғалім болып жүрген Жүсіпбек Аймауытов деген қазақ жазушысы, әкем Помгол дейді, жаңағы ашаршылыққа ұшыраған аудандарға көмектесу комитеті деген болған. Бұл әрбір ауданда, облыста, республикада құрылған бүкіл совет одағында. Соған жұмысқа кіріп, істеп жүргенде Жүсіпбек Аймауытовтың басшылығымен Қарқаралы уезінен мал жинаттылар. Торғай облысына, Торғай өңіріне ашыққандарға апарамыз. Соны айдап апарып тапсырған. Сондай жаңа жұмыстармен істегенде сол колхоздастыру кезіндегі ол кісінің бар алған білімі тек ескіше молдадан сауат алған, арабша әріпмен жазатын. Онан кейін кириллицаны үйренді, орыс тілін өзі үйренген. Барлық жаңағы несі Қарқаралыда 1927-28 жылы Зой ветеринарлық техникум ашылыпты. Мал дәрігерлері керек, жаңағы санитарлары керек, оның ішінде жаңа экономисттер де бар, оқытады. Жаңағылардың ішінде жаңа агрономиялық курстар бар екен. Сол әкемді соған жіберіп, соның 1 жылдық агрономиялық курсын бітірген. Агроном землеустроитель дейді. Колхоздарды шаруаларды біріктіріп, колхозға отырықшыландырған кезде жаңағы жерлерді бөліп, соларға егістік жерлерін өлшеп беру, сондай жұмыстармен айналысқан. Бар алған біліміз сол. Енді 37 жылғы зобаланнан кейін колхоздың председателі, ауданның басшылары бәрі шетінен ұсталып кеткен. Біздің үйде кішкентай кезімізде шешем суреттері болатын әкем. Бір топ адам түскен, кейбіреулерін қиып тастаған, тек адамдардың қолдары ғана бар. Шешемне бұлар кімдер десе, халық жауы болып ұсталып кеткендер дейді. Сондай үреймен неткен ғой бәрін. Сонан әкемді 38 жылы ұсталып кеткен колхоз председателінің орнына соны төраға қылып колхозға сайлаған екен. 16 жыл істеді сонда, сол қызметте. 39 жылы әкемді Москваға халық шаруашылығы көрмесіне жіберді. Озат колхоз председатель ретінде. Құрмет белгісі орденмен наградтаған екен. Ол кезде медаль болса да, орден болса да Москваға шақырып, Кремльде Калинин, баяғы СССР жоғарғы кеңесінің төрағасы Михаил Иванович Калинин тапсырған екен. Сонан жаңағы атақты колхоз, ендігі колхоз сол басқаларға қарағанда облыс бойынша өте белгілі, кәдімгі миллионер колхоз болады. Мен кішкентай күнімде есімде жаңағы өзіміздің ауылға барамыз, көрші ауылда бәрінде қап-қараңғы жарық жоқ, біздің ауылда кешкісін электр шам жанатын. Сөйтсем әкем жаңағы үлкен движок дейді, мотор алғызып, соны орнаттырып, әрбір үйге электр шамын тарттырып, көшеде столбыларға шам. Кешкі сағат 8-дің кезінде жанады, түнгі сағат 12-ге дейін. Сондай болатын. Сосын енді соғыс басталғанда барлығы майданға кетті, әкемде майданға сұранған екен, бірақ оны жаңағы броньмен қалдырыпты. Барлық кадрларды білікті жіберуге болмайтын, тылдағы жұмысты ұйымдастыру керек. Сол колхоз председателі болған 43 жылы желтоқсан айында оны Қарағанды облыстық атқару комитеті шақырып алып, Калинин майданына жіберіпті. Онда жаңа Қарағанды облысының халқы майданға деп жинаған азық түлік, киім кешек, подарка бір эшелон, соны әкем қасында тағы бір агроном орыс жігітін қосып, екеуі Калинин майданына барады, Москва арқылы. Ржев қаласында, сол Калинин майданының басшылығына жаңағы бір эшелон тапсырады. Справкасы Қарағандының облыстық архивінде бар, мен өзім көрдім. Алматыда соғыс қарсаңында қазіргі опера театры салына бастаған екен. Соғыс басталғаннан кейін құрылысы баяулап қалған,
Ал бірақ анау соғыс кезіндегі Қазақстанның басшылары, әсіресе Жұмабай Шаяхметов деген екінші хатшы болған, бүкіл жаңағы нелердің бәріне жауап беретін сол ұйымдастырушы. Сол кісілер жаңағы ол енді соғыс болып жатса да бұл керек. Өйткені анау Москвадан, Ленинградтан, Киевтен қаншама мәдениет мекемелер, театрлар, жазушылар Алматыға эвакуациямен келді. СССР Ғылым Академиясының атақты жазушылары келді эвакуациямен. Сол жаңағы құрылысты тездетіп 1943 жылдың басында пайдалануға берілген екен. Қарағанды облысы 42 жылы бірінші болып бір республика бойынша енді соғыс жүріп жатыр. Баяғы ақындар айтысы дәстүрін бастапты. Шашубай Қошқарбаев, Қайбайнабеков деген ақын болған. Ол Сәкен Сейфуллиннің кәдімгі қайнағасы, әйелінің ағасы, атақты ақын болатын. 58 ба 59 жыл қайтыс болды, Қарағандыда тұратын. Сол Қарағанды өңіріндегі атақты Майасар Жапақов дейді, 10 шақты ма 20 шақты ақындардың бәрін жинап, сол кездегі облыстық партия комитетінің идеология жөніндегі хатшысы, мәдениет министрі болды. Кейін фамилиясы кім еді? Осынау біздің шет тілдер университетінде көп жыл өмірінің соңына дейін нені басқарды, кафедра, тарих кафедрасын басқарды. Солар ұйымдастырып, ол жаңағы дәстүр ақындар айтысы бүкіл республикаға тарап, барлық жерлерде сондай нелер болған. Сонан жаңағы опера театры ашылған кезде 43 жылдың басында Алматыда болды. Оны кинохроникада бар. Ақындар айтысы. Қарағанды облысынан жаңа арнайы делегация келіпті. Жаңа Шашубай Қошқарбаев баяғы Қоян жәрмеңкесінде жүріп, гармон тартып, аттың үстінде ойнап өлең айтатын айтыскер ақын. Сон басқа да ақындарды бәрін артып келіп, жаңағы делегацияның ішіне Озат колхоз, облыс бойынша ең Озат колхоздың председателі менің әкемді қосыпты. Анау кинохроникадан түсіріп берді маған, соның бір жолдасы әкеп қайтыс болып кеткен, ол кезде жоқ. Кейін осы 70 жылдары сахнада Шашубай Қошқарбаев гармон тартып жаңағы өлең айтып отыр, айтысып отыр. Біреумен қасында Майасар Жапақов деген ақын отыр. Мына жағында менің әкем отыр. Үстіне жаңағы қазақ шапанды жауып қойыпты да, мына жағын кішкене бүйтіп, мына құрмет белгісі ордені бар ғой, соны көрініп тұрсын деп. Ол енді жоғарыда мен кейін көрсетейін, кітапта бар. Мен өзімнің кітабымда жаңағы 85 жылы шыққан Балақаев екеуміздің сонда бар. Бірақ мен фамилиясын жазған жоқпын, Шашубай Қошқарбаев ақындар айтысында деп, анау әкемнің фамилиясын жазған жоқпын еш жерде. Ағай, дәл осы кезеңде әкеңіз осындай іс-шараларға барып жүрген кезде сіздің анаңыз жанында болды ма? Әлде үйде болды. Көбінесе үйде. Менен үлкен о кісілерде жаңағы былайша орысша айтқанда біз әлгі кеш туған балаларымыз. Ол кісілер 27 жылдар үйленген екен. Сонда жаңағы енің үлкен ағам 37 жылы. Онан кейін 39 жылы екінші ағам деді, сосын 42 жылы мен. Сонда шешеміз сол жаңағы балаларға қарады үйде. Менен кейін бір кішкентай енім енді бесікте жатты, Ғазиз деген ол бала сол кішкентай күнде бір 4-5 айлығында кетіп қалды өмірден. Ал анамның аты Мәкежан. Мәкежан Ғалила қызы деген сол Қарқаралының несі, жаңа әкеме таныс үйленген. Ол кісі ешқандай білімі болмаса да молдадан оқыған, мынау жазу өте әдемі араб әріпімен жазады. Кириллицамен де әдемі жазатын, жаңа оқи білетін. Сосын жаңағы үйде домбыра болды. Қарқаралының бір атақшы домбыра жасайтын адамы өзіміздің ауылды сол жасап берген деп айтып отыратын. Домбыра тартатын. Әкемнің бір досы жаңағы балаңыз үйренсін деп мандолина сыйлапты. Сол мандолинаны шешем жаңағы кез келген жаңағы неде анау слух, жаңа ешқандай жаңа музыкалық білім ештеңе жоқ, соны немен ойнайтын. Соны соғыстың жаңағы 45 жылы әкемнің бір жолдасы болды. Қарқаралыда менің әкем 44 жылда январьда
Қарқаралы аудандық жер бөлімінің бастығы, яғни аудандық ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы етіп тағайындалыпты. 48 жылға дейін істеді. Сонда әкеммен бірге істеген ауданда жаңа хатшы болған партия комитетінің Әжібеков деген кісі Майданнан оралғанда 45 жылы кішкентай аккордеон немістің әкеліп берді. Балаңа деп. Соны жаңа ағам етіп ойнап ана сөйтетін. Шешем жаңағы аккордеонда жаңағы кәдімгідей шебер ойнайды. Бұлай нетіп отырып, жаңағы дыбысын жаңағы нетіп, кез келген әнді жаңағы сондай кісі болды. Бірақ ерте қайтыс болып кетті 37 жасында, 51 жылы. Анам. Сіз ол кезде қанша жаста едіңіз? Онан кейін ол кезде жаңағы кеткенде әкем шешем қайтыс болғанда мен 7,5 жаста болатынмын. 8-ге жетпеген. Жылдан кейін қайтыс болып кетті 56 жасында. Ал ана екінші анамыз өте жақсы адам, бізді туған балаларындай қарап өсірді. Әкемнің өсиеті бойынша ешқандай емес, ана үлкен ағам әкем уже қайтыс боларда оқуды тастап 10 класс бітірген, техникалық Қарағандының Тау-Кен институтына барған еді, соны тастап бәрін шофер болып жұмыс істеп үйленді. Сол екінші шешеміз сол кісінің қолында болып 90 жыл қайтыс болды. Біз бәріміз оны жаңағы күттік. Ауырған кезде мен Алматыға алып келіп, осында 2 рет емдетіп, ауылға қайтадан алып барып жетіп. Біздің бәрімізге жаңағыдай сол қамқорадан болды. 90 жылдың январында дүниеден озды. 82-ге келіп. Қарсы болмасаңыз, неден қайтыс болды? Ау. Не жағдаймен қайтыс болды? Ол кісі енді жасы келді, бір жаңа соны онкология. Сол мектепке бардық, ол кезде жаңа 7 жылдық мектеп, 8 жылдық емес. 8 жылдыққа 63 ба сол жылдары көшті. Бүкіл Совет одағына система мектептің жүйесі. Ал енді әкем төраға болып, жаңағы ауданнан босағаннан кейін өзі өтініш жазып 48 жылы Майданнан білімді мамандар келді. Менің білімім жоқ. Қазір Майданнан мысалы келген агрономдар бар, зоотехниктер бар, білімді. Солар басқарсын, мені өзімнің бұрынғы колхозыма жіберіңіздер деп аудандық партия комитетіне, содан облысқа өтініш етіп, сол бұрынғы істеген колхозына қайтадан төраға болды. Ол жерде жаңағы 48 жылы еңбек қызыл ту орденін алды, 49 жылы Ленин орденін алды, ол Совет одағының ең жоғары награда. Сол жерде әкем, анау бізде соғыс кезінде жер аударылып келген немістер болды. Жер ауып келген жаңағы кулактар дейді, Прибалтикадан келгендер болды. Солардың балалары үшін әкем 4 класстық орыс мектебін ашты. Қазақ мектебі 7 жылдық ол бар. Оның қасында жаңағы анау ауылдағы мектепті әкем балташы болған 30 жылдары балташылардың бригадир болып жүріп, сол мектепті бөрене ағаштан өздері жасаған екен әкем. Сол кездегі немен жаңа таң қалатын келген ауылы. Басқа ауылдарымыз жерді сылап қойған. Ана мектепте пол тақтай кәдімгі, әрбір класста, бүкіл коридорында сол 4 класстық жаңағы нені кейін 7 жылдық орыс мектебін айналдырды. 7 жылдық қазақ мектебі, ана орыстың балаларымен жаңағы келген украинстың балалары, бандерашылар деген 49 жылы, 50 жылдары батыс Украинадан жер ауып келді көп адам. Сонымен жаңағы қазақ мектебіне бардым. Мектепте 7 жыл жаңағы өзінің кейін әкем 54 жылы сол ауылдық кеңестің төрағасы болып сайланды. Колхозға өзі өтініш беріп, колхоз төрағалығынан кетті. 4-ші класстан бастап тарихты оқыдық біз. Тарихы, онан кейін дүниежүзі тарихы деген пән болды. Ботаника, уже 7-ші класс, 5-ші класстан бастап ботаника, геометрия, тригонометрия, алгебра, соның бәрін оқыдық қалды. Мен сол жаңағы ауылдың адамдары мұғалімдер. Көпшілігі Қарқаралыда 28 жылы педагогикалық училище ашылды.
қазір мына Қарағандының жанындағы Саран деген қалада сол бірдеңесі сол жаққа көшірді. Сол басқа темір жол деген ештеңе жоқ. Қарқаралы бұрынғы революцияға дейінгі атақты Қарқаралы уезі сол атымен, бірақ ешқандай өндіріс не жоқ. И жаңағы жұрттың көбісінің жаңағы 7 класс или 10 класс бітіргеннен баратын оқу орны жаңағы педучилище мен совет техникум Қарқаралы. Сонда жаңағы мектепте маған ауылда сабақ берген апайлар, ағайлар, соғысқа барып келгендері бар ішінде. Сол педучилищені бітірген, бірақ барлығы кәдімгі кәсіби. Енді класста балада аз, бізді сондай үйретті сөйтіп. Сонан кейін мен 4-ші класс оқып жүрген кезде ауылға орыс тілінен сабақ беруге 3 орыстың қызы келді. То есть 2 орыстың қызы, біреуі татардың қызы. Жаңағы орыс қыздардың біреуі Карелиядан, екіншісі Воронеж облысынан. Ана татар қыз жаңағы Киров облысынан, Россияның. Сол кездегі мен қазір ойлаймын, жаңағылардың жастары сол көп болса бір 20-21-лерде. Сол қазақтың үйіне жаңағы нетіп жатып біздерге сабақ берді орыс тілінен, бірақ енді бергенде өте шебер, сосын жаңағы тәртіппен, әсіресе татар жаңағының қызы ой сондай қатал болатын, үйрететін. Анау жақсы оқып кеткен балаларды қолдайтын мақтап тұрып. И сосын әрбір апта сайын изложение дейді ғой, мазмұндама. Мысалы Пушкиннің Дубровскийін оқиды, соның жаңағы бір қызықты жерлерінен жаңағы 1-2 абзац алады да бізге 3 рет оқып береді. Сосын жаңағы осыны мазмұндама жазыңдар, мазмұн. И сөйтіп жаңағы жазамыз, қате жазатын білмейтін сөздерді әдейі жазбаймын сөйтіп. Соны ешқашан жаңағы маған ылғи 5 қоятын. Соң Қарағандыға барып, 7-ші класстан кейін Қарағандыға барып, 8-ші класста оқып жүрдім. Жаңағы Қарағандының номер 7-ші Жамбыл атындағы қазақ мектебін бітірдім. Ол жерден шахтерлердің балалары барлығы ана көшедегі естіген орыс сөздерімен сөйлеп сөйтіп жүреді. Бұлай жазуға кейін кезде сауат онша жоқ. Сол жарты жылдан кейін жаңағы орыс тілінен беретін мұғалім жаңағы бір күн айтады, директор келіп, как у вас ана все? Мен айтады, самый грамотный мальчик в классе деп. Мен ауылдан келгем сонда. Содан кейін жаңағы мектепті бітірдім ғой. Мектепте оқып жүрген кезде өзімше жаңағы кітаптарды көп оқитын. Орыс кітаптарын оқи бастадым. 7-ші класстан бастап. Орыс тілінде жаңағы акцентсіз сөйлеймін, жаңа бір сөзді естісем, сразу тағып аламын. Оның қалай жазылды, ол бұлай жазылады екен ғой. Деген сияқты. Сол қарауыл менде әлі күнге дейін бар. Газет нелерді орыс тілінен оқыған кезде мына бір жаңа сөзі не болмаса мына сөзді мынандай оборотта қолдануға болады екен ғой деген. Сол кезден жаңа сондай не. Сонда журналистикаға барғым келді. Өзімше жаңағы мақала бірдеңелер жазып, Қарағандының облыстық газетіне, аудандық газеттерге бірдеңе хабар нелер ретінде шығатын. Өлеңде жазып жүрдім. Ағылшын тілін оқымаған ғой. Сонан ана мұғалім алып тұрып, маған 3 деген бала қойып, ешқандай правамызды білмеймін. Аттестатқа сол 3 деген бала ағылшын тілін. Басқалардың бәрі 2-3-4 бар, қалғанның бәрі 5. Сосын енді Алматыға бару үшін қаражат керек. Әкеміз үшін қайтыс болып кеткен. Әкеміз өзі балаларым оқысын деп жаңағы армандаған. Мен кішкентай күнімде жаңағы біздің үйге әкем жаңағы балалар үшін Қазақстан пионері газеті шығады сол кезде. Пионер журналы шығады қазақша. Сонан кейін Огонек журналы Москвада шығатын. Смена деген журнал орыс тілінде. Календарь колхозника деген журнал. Кейін жаңағы Юность деген журнал шыға бастады. Оны да жаңағы алдырып, сосын өзіне жаңағы Правда, Известие, сосын Қарағандының, Советтік Қарағанды деген облыстық газеті болды солардың. Сол кешкісін жаңағы жиналады, кейдесін шаммен, кейдерге не өшкеннен кейін. Барлығы отырып нелерді қарайды, етеді. Мен де сөйтіп, мен 5 жасымда Жамбылдың ағам 4 жасында уже үйретті, барлық әріптерді білем, ежелеп немен үйретті, 4 жасында уже оқитын болдым. А 5 жасымда уже түсініп, Жамбылдың
45-жылы 46-жылы шыққан 100-ге келгенде мынандай Жамбылдың шығармалары болды. Әкем соны алып келді ауданнан. Сонда отырып жаңағы маған оқытады. Сосын Жамбыл мен Құлманбеттің айтысы. Осы қызық нелерді жаңағы малдас отыратын оқып. Әлі мектепке бармаған кезім сонда. Сол жаңағы не оқуға құштарлық деген сол кезден әкем үйретіп бастады. Содан жаңа мектеп бітіргеннен кейін оқуға бармай ауылда жұмыс істедім ғой. Трактористтің көмекшісі болдым. Қыстың күні ана фермаларға жібереді, қи оямыз, шөп тасимыз. Соның бір күні клубтың меңгерушісі бір ағай бар еді, Тілеубеков деген кісі, Көшкінбай деген. Маған айтады, сен кітапты жақсы көресің ғой, маған көмектесші. Не десем, Қарағандының медициналық институты дейді. Сталин атындағы біздің колхозға қамқорлық жасайды, шеф дейді, орысша. Соған шефтік жаңағы қамқорлық көмек ретінде бір машина кітап жіберіпті дейді, жинап. Соны екеуміз далаға барып мына клубтың алдында тұр, 3 тонналы грузовой машина, үстіне жаңа осы үйіп тұр, брезентпен жапқан, ана шофер ауылдан алып келген, екеуміз жаңағыны кіргізіп. Бірде-бір қазақша кітап жоқ жаңаның ішінде. Бірақ бүкіл советтік классика бәрі бар. Сол кездегі жаңағы орыс тіліне жатқан Фадеевтен бастап, ана Симоновтан бастап бәрінің кітаптары. И ол кезде Сергей Есенин деген жаңа ғана ақталған. Тұңғыш рет соның мынандай өлеңдер жинағы шықты. Өзі өлгеннен кейін, ол 24 жыл қайтыс болғаннан кейін. Анна Ахматова деген атақты ақын, дворянка. Оны қазір Евразия университеті кімнің атымен аталады? Гумилев. Ол Анна Ахматованың күйеуі жаңағы Гумилев ақын. Ал соның жаңағы баласының атымен Евразия университеті аталған. Сонда 46 жылы үкіметтің қаулысы шыққан. Оны әрбір мектепте бізге оқытатын әдебиеттен, тарихтан. Ленинград, Нева деген журналдар, Звезда. Мінекей идеологиялық қателер жібереді. Анна Ахматова деген ылғи упаднический, салонный стихи деп жаңағы кәдімгі неге жатпайтын деп сынап, әлгі кітаптар шықпайтын болды. И 59 жылы, 60 жылы тұңғыш рет сонан кейін жаңа Анна Ахматованың кішкентай бірақ қалың мұқабамен қызы Анна Ахматова өлеңдері шықты. Солардың бәрімен күнде үйге алып кеп, бір қыста жаңағы бір машина, бір грузовой машина орыс тілінде кітаптарды оқып шықтым. Соның пайдасы жаңағы әскерге бардым. Күзде мен әскерге шақырды. Семейдің полигонынан бірақ шықтым. Мені орта білімі бар деп, жаңағы әскери школға курсант етіп жіберді. Бір взвод, жаңағы бір ротада жаңағы 4 взвод, где-то 150-дей арасында өзгерістерде мен ол Сергей Есенин дегенді естідіңдер ме, мынандай өлеңдері бар деп, Москва Кабацкая, персидский мотивы, жат қайтып берем, анау жақсы өлеңдер оқысаң жатталып қалады да. Соны дежурствоға келген офицерлердің өздері келіп тыңдайтын мен. Кешкілікте жаңа 1 сағат уақыт береді, өзінің жекесіне. Сондай мектепті солай бітірдім, сонан 1 жылдан кейін Семейдің полигонында жаңағы 61 жылы ноябрьдің 13-інде барыппын. Сутегі бомбасының сынақтарын өткізді, аптасына кейде 2 рет, кейде апта сайын, сол 61-62 жылы. Мен 1 жыл 17 күн болыппын сол Семейдің полигонында. Соны жаңағы алған неге резина киім кигізіп, противогаспен кеудеден. Дозиметрлік жаңағы аппарат, қалтамда счетчик гейгері дейді, менің өзім қанша доз алғанымды. Сөйтіп жаңағы немен қолыма карта беріп, маршрутпен жүріп кел дейді. Келгеннен кейін шешіндіріп бәрін алады, ана счетчик гейгері. Мен алған дозым қанша екенсем нормальный дейді, айтпайды өзіме. Сол 20 курсант осылай мен 3 рет пайдаланды бізде. Сонан кейін, сол, видимо, біз енді белгілі бір деңгейге дейін алған болуымыз керек, бір жаңағы 20 курсанты полигоннан басқа жаққа жіберді. 2-еуі Новосибирскіге, 5-еуі Свердловскіге, мені Киевке жіберді. Қазіргі енді бүгінгі жас биігінен өткенге көз салып шолатын болсам, әрине бүгінгі жастармен
біздің жаңағы өткен ол кездегі балалық шағымыз екі басқа, бірақ ол кезде компьютер деген жоқ, басқа нелер жоқ. Жаңағы кітап оқу, анау газет журналдар әкем жаздырып алған, солар тәрбиеледі. Ал енді бүгінгі жаңағы мен немерелерім жаңағы кітап оқымайды, керек нелерді жаңағы зорлап болса мен етіп уже оқытып үйретіп жатырмыз. Екі немереңіз бар? Екі немерем бар, біреуі үлкені ол анау университетте заң факультетінде оқиды, биыл бітіреді, бакалавр жазды, Құдай қаласа. Екінші жаңағы қыз немерем ол 7-ші класста оқиды. Тарихқа жақындықтар бар ма? Енді балам, ұлым жаңағы кезінде тарих факультетін бітірді. Мына жерде осы 56-шы мектеп деген орыс мектебі, соны бітірген еді. Жақсы оқыды. Мен айтам, немене біз гуманитарлы болдың, сен политехқа бар жаңағы десе барғысы келмеді. Өзі таңдады? Иә, өзі сонан өзі таңдап алдыра тарих факультетін бітірді, бірақ соңғы курсына оқып жүрген кезде Қазақстан уже белгілі болды СССР-дің құлайтыны. СССР әлі құлаған жоқ. 90-шы жылы үйге келіп айтады, бүгін мені деканатқа шақырып алып, екі кісі сөйлесті. Бітіргеннен кейін бізге дейді қауіпсіздік комитетіне жұмысқа келесің бе дейді. Сөйтіп жарайды, документ ойымен келіп сұр, сосын мен ол кезде жаңағы 91-92 жылы парламенттік комиссия құрылған. Ашаршылық, 30-шы жылдарда саяси репрессия, Алашорда тарих, бәрі соны зерттеп, себептерін ашу керек деп комиссия құрып, мен сол комиссияның мүшесі болдым. Комиссияның төрағасы халық депутаты сол кезде. Біздің институттың директоры академик Манаш Қабашұлы Қозыбаев болды. Ал жалпы комиссияның басқасы кім? Әбіш Кекілбаев. Ол комиссияның құрған Зиманов академик болды, басқалары көп. Бірақ мен сол анау КГБ-ның архивінде бір жыл 2 ай отырыптым. Таңертең 9-да барам, анау бізге списогын беріп қойған, кезекші офицер жаңағы звонить етеді, келіп мені капитан кіргізеді, алып барып, айтқан делоларымды әкеп береді бір жақсы жер. Бірақ көшірме жасауға болмайды, кісеріксіз. Сол қолмен жаңағы нетіп отырып, соның бәрін қарап шықты. Сосын жаңағы балам айтқаннан кейін, анау сол жердегі әуелде бір түрлі сезініп жүретін едім, ол жерде де жаңағы кәдімгідей қаны бар, нормальный жаңағы қазақ жігіттері істейді екен. Полковниктер жаңағы. Соның біреуіне звонить еттім, осылай келіп барғанда кейін қайтып сөйлесіп. Сендердің қызметкерлерің менің баламды сөйтіп осындай әңгімелесіпті. Күлді. Бұл баяғы НКВ-де баяғы КГБ емес деді. Бұл біздің тәуелсіз қазақ мемлекетінің қауіпсіздік комитеті. Қызмет істесін дейді, әкесінен жақсы жалақ қалады. Ол кезде бізде бәрі құлап сөйтіп атқан кез ғой, 90-шы жылдардың бас кезінде жаңыз. Ұнамаса 3 жылдан кейін рапорт беріп шығып кетуіне болады дейді. Сосын ойлап жарайды. Өйткені ол кезде жаңағы жұмыста жоқ, жас балалар алып мектепте. Анау хотеға бітірді, диплом алғаннан кейін 92-ші жылы бітірді. 2 жыл арасында совет кезінде әскерге барып келді, Венгрияда служить етті. Сол диплом алды, 20 күннен кейін жұмысқа шығып кетті. Заң саласында кетті? Жаңағы қауіпсіздік комитетіне. Сол жерде жауапты қызметтер атқарды, 36 жасында полковник болды. Анау ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясында арнайы факультеттің бастығы да болып істеді. Қазір енді уже оларда да өзгерістер не болып жатыр. Ол уже 36 жыл екен, әскерде болғаны, оқуда болғаны, барлық стажға кіргізген. Мен дейді уже шығамын пенсияға дейді. Оларға жаңа сондай не бар. 56 жасқа дейін полковниктерге істеуге рұқсат етіледі. Ол әлі 56-ға келген жоқ, 50-ден жаңа асты. Енді сол балалық шағыма мен жаңағы сағынам. Ауылды сағынам. Сол кездегі адамдарды еске түсіріп, қалай жақсы адамдар болды.
Содан жаңағы мен енді балалық шақтан алған тәрбие, үлгі, соның бәрі жаңағы сол мен есімде, сол баласы. Анау үлкен ағам оқымай қалды ғой, әкеміз қайтыс болғанда. Шебер болады ол. Анау арнайы Қарағандының жаңа бір заводына жіберіліп, әлгі токар деген мамандықты игеріп, совхозда токар болды. Жаңағы анау көрем дейді. Трактористер, ана үлкен әлгі К-700 дейтін тракторлар, задний мост дейді, артқы екі дөңгелектің арасынан нелері бар жаңағы. Сол бірдеңе сынып қалады дейді, ананы дейді, алып жаңарту үшін дейді, бір айдан артық уақыт кетеді аналарда дейді. Содан мен дейді, не ойлап таптым дейді. Домкратпен көтеремді, жаңағы зажим жасайын дейді. Бір 10 минуттың ішінде ананы алып, жаңағы бір жарты сағаттың ішінде ана детальды орнына қойып, жаңасын қояды да қайтадан. Соны дейді көріп, естіп, көріс совхоздағылар алып кететін болды дейді. Әкеп тастайды бірақ дейді. Содан бір күні көріс совхоздың жаңағы несіне Қарағандының облысы ауыл шаруашылығы бір инженері осы сондай қарайтын. Сол көріп, мынау қандай? Ол осындай, бұл кім жасаған? Мынау көрісі жаңағы Восток совхозында бір токар бар, сол жасаған. Соны іздеп келді дейді, аға жаңағы сіздің чертеждеріңіз бар ма? Қандай басқан? Соның басқан елердің бәрі дейді, ана месінде өзімде көрген, неше түрлі құралдар жаңағы бәрін жасаған. Сонан әлгі жаңағы облыстан инженер жібертіп, мен дейді өзім чертеж жасай алмаймын, өзім ондайды білмеймін. Жібертіп, жаңағы Қарағандыда менің туған ағамның жаңағы нелерін Қарағандының облыстық көрмесіне қойып көрсетті. Содан осы Алатау каналынан Алматыда 1 сағаттық передача тек қана сол ағамды көрсетті. Мастерскойның ішінде қандай жаңағы құралдарды жасады, қандай не алды. Сонан Алматыға 88 жылы Қазақстанның өнертапқыштары мен рационализаторлары, изобретательдер дейді ғой, өнертапқыштар. Бірінші съезі болды, соған делегат болып келді. Соның құрамына сайланды правлениесіне. Сонан екінші рет келгенде Москвада 4-ші съез өтеді екен. Съезд рационализаторов и изобретателей СССР деген. Соған делегат етіп жіберді, барып келді. Кейін союз тарап кеткеннен кейін бәрі қалды. Ол ағам қайтыс болып кетті. Мен сол 4-3 айына 2 ағамның екеуі де кетіп қалды. Мен жалғыз қалдым. Қарындасым бар. Еркелететін. Сонан біздің бір әкемнің жаңағы ағасының қызы марқұм қайтыс болды, Қайша деген. Сол кісінің күйеуі болды. Ол да қайтыс болып кетті. Бәрі жастар 80-нен асып 90-ға жақындағанда қайтыс болды. Сол бір барғанымда жаңағы маған әлгі орден беріп, газетке шықты указ 98 жылы. Сосын телевизордан жаңа интервью беріп, сөйлеймін деп. Соны жаңа барғанда жаңа бір қонаққа шақырып, бәріміз отырып маған айтады жаңағы. Сенің үйіңде болғанда сен кішкентайсың дейді. 3-ші класс оқисың ба, 4-ші класс па жаңағы. Әкең дейді, менің атымды шығаратын осы деп сен осылай көрсететін дейді. Шынында да әке балаға сыншы ғой. Сол кісінің айтқаны келді, сен әкеңнің атын шығардың деді маған. Енді сол балалық шақ ұқыпты болдық, үйде жұмыс істедік, барлық шаруаларға көмектесетіміз. Ол кезде жаңағы Қарқаралының тауынан барып отын ағаш әкеледі, оны кесу керек. Күнде пеш жағады ғой. Солардың бәрін жаңа мен қора тазалау, есіктің алдын тазалау, сондай жұмыстардың бәрі менің мойнымда болды. Екі ағам 7 жылдан кейін олар оқуға Қарағандыға кетті. Туысқандардың үйінде бір жатып, 10 класс бітіруге. Сол енді балалық шақта көрген жаңағыдай нелерім көп, ұмытпаймын, есіме түсіріп отырамын. Оқытқан мұғалімдеріме разымын. Жаңағы татар қыз бізге орыс тілінен сабақ берген.
сол біздің ауылдың жаңағы мұғалім жігітіне қазаққа тұрмысқа шықты. Соны жаңағы барғанда мен орысша шыққан «В труде и в бою» тағы бір әлгі орысша үлкен мақалам шыққан кітапты алып барып, сол кісіге бердім. Уже жасы келген, күйеуі қайтыс болған. Роза апай деп қазақша айттым, уже қазақ сол таза сөйлейді, татарлардың бәрі. Сізге рахмет, мен орыс тілінде де қазақ тілінде де екі тілді де бірдей жазамын. Енді ол жақсы ба, жаман ба, ол жағын білмеймін, бірақ сізге рахмет. Сіздің берген өнегеңіз, жаңағы сіздің берген біліміңіз маған осылай пайда болды. Разы болды. Марқұм кейін қайтыс болып кетті. Ауылда жерленді. Ал Киров облысының бір ауданында бір селода тұратын татардың қызы екен. Институтта істеп жүріп, көп адамдармен, жақсы адамдармен таныстым, ұстаз етем. Анау Мәлік Ғабдуллин, Кеңес одағының батыры. Ол кезде біз археология, тарих бәрі бір институт болады. Мәлік Ғабдуллин ағай мынау 3-ші этажда қазір археологтар отыр ғой. 3-ші этажда қарай 3-ші кабинетте отыратын әдебиет институтында ауыз әдебиеті бөлімінің меңгерушісі болады. Сосын біздің институтқа келеді, мен жаңағы қызметке алғанда Қазақстан Ұлы Отан соғыс кезеңінде деген бөлім болды. Сол кезде мені кіші ғылыми қызметкер қылып алған. Сонда ана кісі жаңағы өзінің үйіне келгенде кәдімгі бізге мына жеңіс күнінің қарсаңында Ақай Нүсіпбеков өзі панфиловшы, бұл кісі соғысқа қатысқан. Конференциялар өткізетін. Сол мені шақырып, балам мынаны Рахымжан Қошқарбаевқа апарып бер. Ол кісі Алматы қонақ үйінің директоры сол кезде. Мынаны Сағадат Нұрмағанбетовке жіберді. Сағадат Нұрмағанбетов кейін тәуелсіз Қазақстанның бірінші қорғаныс министрі болды ғой. Ол кезде Орта Азия әскери округі қолбасшысының орынбасары генерал-лейтенант болады. Қасым Қайсеновке апарып бер дейді. Сөйтіп бәріне мен апарып берем, олар жаңағы сол 9-шы конференцияда алдымен біздің бөлімге келеді. Жақсы естеліктер, керемет. Үлкен рахмет. Мына бұл біздің сұхбатымыздың ең бірінші бөлімі десек те болады. Біздің балалық шағыңызға болды. Өте ашық сұхбат болды, және де өзіңіз де естеліктеріңізбен өте жақсы бөлісіп отырдыңыз. Барлығы түсінікті болды. Енді көрермендерімізге де қызықты болады деген ойдамыз. Сіздің жалпы өміріңіздің естеліктерін естігісі келетін адамдар көп, қызығушылық танытатын адамдар көп. Сондықтан да бірінші орында сол кісілерге де міндетті түрде қызық болады. Рахмет үлкен сұхбатыңыз үшін. Жарайды. Рахмет.